сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осындай қазіргі таңдағы сәндегі чокер роза тоқитын боламыз. Оны кез келген киіміңізбен үйлестіріп киюге, мойныңызға, қолыңызға, немесе беліңізге, тіпті шашыңызға да тағуға болады. Олай болса бастайық. Жібімізді түйіндеп аламыз. Одан соң ілмек іліп шығамыз. Яғни бұл ілмек саны сіздің өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мен 80 ілмек іліп шықтым. Одан соң бізге роза гүлін тоқу үшін 60 ілмек қажет болады. Сонда барлығы 140 ілмек іліп шықтым. Міне мендегі ілмектердің ұзындығы осындай болды. Енді гүлімізді тоқып бастайық. Олай болса ілмегімізді ілеміз де ең алдымен 4 ілмек іліп шығамыз. 1, 2, 3, 4 ілмек. Бір орамды баған жасаймыз, жібімізді орап аламыз да 4 ілмекті қалдырып 5-ші ілмекке жібімізді іліп тоқып шығамыз. Одан соң ілмегімізге жібімізді орап аламыз. 3 ілмекті қалдырып 4-ші ілмекке бір орамды бағанды тоқимыз. Міне жібімізді алдық, бір орамнан өткіздік, 2 жіптің арасынан өткіземіз. Одан кейін 4 ілмек ілеміз. 3, 4. Тура осы жерге қайтадан бір орамды бағанды тоқитын боламыз. Жібімізді алып шықтық, тоқыдық. Қарай біз осы сорты қайталай беретін боламыз. Ілмегімізге жібімізді орап аламыз. 3 ілмекті қалдырып, 4-ші ілмекке бір орамды бағанды тоқимыз. Жібімізді алып шықтық, айналдырдық, 2 жіптің арасынан өткіздік. Енді 4 ілмек ілеміз. Қайтадан осы жерге бір орамды бағанды тоқимыз. Розаға деп ілінген 60 ілмекті қатар бойынша осылай тоқып шығатын боласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай біз 60 ілмегімізді тоқып шықтық. Осы кезде бізде 15 арка пайда болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді біз қатарды аяқтайтын боламыз. Ол үшін жібімізді орап аламыз да бір орамды баған жасаймыз. Одан соң 2 ілмек ілеміз де тоқымамызды айналдырамыз. Енді екінші қатарды тоқимыз. Яғни біз розаның гүлдерін тоқитын боламыз. Ең алдымен бұл жерде біз орамсыз баған тоқимыз. Одан соң осы арканың арасына 1 орамды баған тоқимыз. Бірінші, 2, 3, 4, 5-ші бір орамды бағанды тоқимыз. Одан соң 2 ілмек іліп аламыз. Біріншісі, екіншісі қайтадан 5 рет бір орамды баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісін тоқимыз. 3, 4, 5. Аркаға тоқып шықтық. Енді бұл жерден біз орамсыз баған тоқимыз. Келесі аркаға қайтадан осы өрнекті қайталайтын боламыз. Міне бізде гүлдің жапырағы пайда бола бастады. Қайтадан тоқып шығайық. Біріншісі, екіншісі, 3, 4, 5. Енді 2 ілмек ілеміз. Біріншісі, екінші қайтадан 5 рет бір орамды баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Енді бұл жерде біз орамсыз бағанмен біріктіреміз. Тоқимыз. Яғни бүкіл қатарды осылай біткенше тоқып шығатын боласыздар. Қатардың соңында кездескенше. Неге біз екінші қатарымызды тоқып болдық, яғни розаның гүлдерін тоқыдық. Чокерімізді байлау үшін бірінші бауы тоқылған болса, ең басында енді біз екінші бауын тоқитын боламыз. Тағы да ілмек іліп шығамыз, яғни басындағыдай 80 ілмек ілетін боламыз.
Міне ілмегіміз ілінді. Енді біз осы жапырақтарды жинастырып, гүл жасап шығуымыз керек. Осылай айналдыра отырып, шетінен орайтын боласыздар. Әдемілеп отырып біріктіресіздер. Осылай бізде чокеріміздің розасы пайда бола бастады. Айналдырамыз. Бауларын ысырып алып отырамыз, бізге кедергі келтірмес үшін. Міне ең соңғы жапырақтарын гүлімізге ыңғайландырып қойдық. Енді біз гүлімізді тігетін боламыз, ажырап кетпес үшін. Алдын ала дайындалған ине мен жібімді алып алдым. Гүлімізді теріс айналдырамыз. Одан соң инемізді сала отырып тігеміз. Яғни өз ыңғайларыңызға қарап отырып тігетін боласыздар. Осы тігу барысында әрбір жапырақтарды байқап отыруларыңыз қажет. Яғни бос қалып қалмауы қажет. Бізде осындай әдемі роза гүлі пайда болды. Егер де сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.